Қайырлы күн балалар, бүгін сіздерге мен белгісіздік есімдіктері жайлы түсіндіргім келіп тұр. Some, any, and a, and any. Some бұл кейбір, біраз, біршама деп аударылады. We use with countable and uncountable nouns in affirmative sentences. Яғни, біз саналатын, саналмайтын зат есіммен бірге болымды сөйлемде қолданамыз. For example, I have some apples. Менде біраз алмалар бар, бізде бұл болымды сөйлем. Next, any. We use with countable and uncountable nouns in negative and question sentences. Any дегеніміз ешқандай деп аударылады. Бұл саналатын, саналмайтын зат есімдермен бірге болымсыз сөйлемдерде және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. For example, are there any books on the table? Яғни үстелдің үстінде ешқандай кітаптар жоқ па? Сонымен қатар, мысалға жаңағы сөйлемді айтайық. I haven't any apples. Менде ешқандай алма жоқ дейді. Енді балалар, мысал келтіреге. Give me some oranges. Маған біраз апельсиндер берші. There are some books on the table. I haven't any time. Is there any papers on the desk? Балалар қараңдар. Some деген бірнеше, бірталай деп аудардық. Олар болымды сөйлемдерде жүреді. Енді ал any дегеніміз болымсыз сөйлемдерде және сұраулы сөйлемдерде жүреді. Келесі. There is a car in front of school. Мектептің алдында машина тұр. There is an orange on the table. Үстелдің үстінде апельсин бар. Бұл жерде car деген зат есім дауыссыз дыбыстан басталып тұрғаннан кейін алдында a артиклі тұр, orange яғни дауыссыздан басталып тұрғаннан n артиклі тұр. Балалар, түсіндірме жұмысы ұнаса каналға тіркелеміз.